Дулат Исабековтің «Әпке» туындысы драма болғандықтан, кейіпкерлердің сөйлеген сөздері мен іс-қимылдары интонация мен сезімге толы болып табылады. Басты кейіпкер Қамажай алдына шыққан қиыншылықтарды көтере білген, бауырларына қамқор жан туралы айтылады. Драмада Қамажайдың өмірге құштар жан екенін байқаймыз. Ата-анасынан жастай айырылған ол өз өмірін тек бауырларына арнаймын деп жеке өмірі жайлы ойлауды қояды. Оны Қабен атты жігітке: «Қабен, ол қиын сияқты, бауырларымды қиып тастай алмаймын. Олар әлі мен үшін бала, өздігінен өмір сүретініне күмәнім бар» деп ұсынысына кері жауап қайтарғанын білеміз. Драма шиеленісті оқиғадан басталып, одан әрі өрбиді. Алғашқы оқиға Темірбектің өзінің құрбысын, нақтырақ айтқанда болашақ жарын үйіне қонақ ретінде әкелуден басталады. Сол кезде Нәзиланың бір ауыз сөзінен үйде ұрыс шығып, Гаухардың ренжіп кетуімен аяқталады. Жалпы шығармада Қамажай өте сыпайы, мейірімді адам. Жан-жақтан келген қыспақтардан соңында ауруға шалдығады. Қабденнің Қамажайға жасаған ұсынысы тосыннан болғандықтан, ол ойланбай жауап береді. Бірақ жүрегінде өте үлкен сезімді жасыра алмайды. Камила өзінің баласын алдырып тастағандықтан Қамажай оны шапалақпен тартып жібереді. Оған ашуланған Темірбек үйінен кетіп қалады. Қамажайдың шарасыздығы сонша, келінінен кешірім сұрауға дейін барады. Бірақ соңынан Темірбек бұл ісіне өкініп, кешірім сұрап келеді. Жалпы шығарма оқиғаға толы, қызықты болып келеді. Шығарма кейіпкерлеріне тоқталатын болсақ, басты кейіпкер Қамажай. Ол Омардың Темірбек пен Ермектің әпкесі. Мінезі жағынан қамқор, қарапайым, бауырмал әрі мейірімді кейіпкер. Омар Қамажайдың інісі, мамандығы жағынан ғалым, философ, көбіне ғылыми тілде сөйлейді. Бірақ жаны ізгі жандардың бірі. Сыпайы, адамгершілігі мол, көзілдірік тағады. Бойын ашуға белетпейді. Көп сөйлегенді ұнатпайды. Білімді, жаны ғылымды сүйеді. Темірбек Қамажайдың інісі, КамАЗда бригадир болып жұмыс істейді. Тік мінезді, бұрама тілді, бірақ адал, қызу қанды, дөрекі, айналадағыларына қамқор. Ермек Қамажайдың інісі, өте сүйкімді кейіпкер, үйінің кенжесі болып табылады. Нәзила Қамажайдың сіңілісі, мұғалім болып жұмыс істейді. Мінезі ерке, тік мінезді, тура сөзді. Гаухар Нәзиланың құрбысы, Омарға ғашық, ойын көтеретін, ақ көңіл, адамгершілігі мол жан. Камила Темірбектің сүйген қызы, кейіннен әйелі, темекі тартады. Тілінің уы бар қыз, өте өжет жан. Жүрген жерінде ұрыс-керіске ұшырап, жағымсыз кейіпкер ретінде көрінеді. Сұлтан Темірбектің досы, білімді, зерек, сыпайы, сөзі құлаққа жағымды. Сұлухан Светлана Сұлтанның жанындағы қыз. Қабен Қамажайды ұнататын жігіт, өте ақылды адам, бақытқа ұмтылған жан. Көрші әйел, адам жанын түсіне білетін, жан ашып көмектесуге дайын тұратын жағымды кейіпкер. Бұл шығарманың бізге беретін тәрбиелік мәні орасан зор болып табылады. Өйткені Қамажай өзінің жеке басының қамын ойламай, жеке өмірін ойламай, өзінің бауырлары үшін, олардың болашақтары үшін өз басын құрбан еткен адам болып табылады екен. Яғни олардың болашақтары жарқын болу үшін қолынан келгеннің барлығын аямай көмектескен адал және сүйікті де қамқор әпкелері болып табылады екен.